Жамбыл облысында да референдумға арналған барлық дауыс беру учаскелері өз жұмысын бастаған болатын. Таңғы сағат 7-де учаске есіктері ашылып, алғашқы сайлаушыларды қабылдады. Аймақтағы әріптесім Жансая Жанболатқызы Тараздағы нөмірі 28-ші дауыс беру учаскеден ақпар таратуға дайын. Жансая, баяндасаңыз. Рахмет әріптес, арма көрермен. Жамбыл облысында 513 референдум учаскесі бар. Оның 21-і жабық. Қоғамдық байқаушылар таңғы сағат 7:00-ден бастап 492 ашық референдум учаскелерінде бақылау жүргізуді бастады. Дәл осы уақытта Жамбыл облысы бойынша барлық референдум учаскелері дауыс берушілерге есігін айқара ашты. Өңірде 721.993 адам тіркелген. Ал мен дәл қазіргі таңда Жамбыл облысының орталығы, яғни Тараз қаласында орналасқан нөмірі 28 референдум учаскесінде тұрмын. Мұнда алдын ала алынған мәліметке сәйкес 2401 азамат тіркелген. Қазіргі уақытқа дейін олардың 4-еуі, яғни мүмкіндігі шектеулі жан, үйден дауыс беруге өтініш білдірген. Дәл осы тұста айта кетейік, өңірде 344 учаскеде мүмкіндігі шектеулі азаматтар тіркелген. Оларға жалпы учаскелерде барлық жағдай жасалған. Инватакси қызметі, пандустар, бейне, аудио, нұсқамалар, сурдаудармашылар және бейімделген арнайы кабиналар да бар. Таңсәріден бастап өңірдегі кей учаскелерде күмбірлеген күй орындалып, әжелеріміз шашуларын шашып келіп жатыр. Ал дәл осы учаскеде, яғни 28-ші референдум учаскесінде алғашқылардың бірі болып дауыс беруге келгендерге арнайы сыйлықтар табысталған болатын. Келушілердің қатарында халықаралық республикалық деңгейде топ жарып жүрген жандар бар, тіпті олимпиада жүлдегерлері және 18 жасқа биыл толып алғаш рет дауыс беруге келген азаматтар да бар. Сондай-ақ облысқа қарасты 10 аудан, 300-ден аса елді мекен тұрғындары да белсенділік танытуда. Одан бөлек, осыдан бірнеше күн бұрын Жамбыл облысында күн күрт суытып, жұртшылықты біраз әбігерге салған болатын. Ал дәл қазіргі таңда өздеріңіз байқап тұрғандай, күн шығып, ауа райы жылы болып тұр. Әріптес, Жамбылдан жеткізер ақпаратым осындай. Студия, кезек сіздерде. Көп рахмет, Жансая. Эфирімізді одан әрі жалғастырамыз. Түркістан облысында референдум учаскелері таңғы сағат 7-ден бастап ашылып тұрғындарды қабылдауда. Өңір бойынша миллионнан астам азамат дауыс беру құқығына ие. Қазір референдум барысы қалай өтіп жатыр, осы және өзге де мәліметтерді білу үшін Түркістан облысындағы әріптесім Бекболат Тілеуберген тікелей қосылымға әзір. Бекболат, сөз өзіңізде. Қайырлы күн әріптестер, рахмет, Мейрамгүл. Баршаңызды мереке мейраммен құттықтаймын. Қазіргі уақытта Түркістан облысында референдум учаскелері өз жұмысын белсенді түрде жалғастырып жатыр. Таңғы сағат 7-ден бастап өңірдегі барлық референдум учаскелері азаматтарды қабылдауда. Қазірде дауыс беруге келген тұрғындардың қарасы қалың. Алғашқы болып келіп жатқан азаматтардың қатарында жастар мен мемлекеттік қызметшілер бар. Облыстық референдум комиссиясының мәліметінше Түркістан облысы бойынша бүгінгі референдумда 1.200.000-нан астам азамат дауыс беру құқығына ие. Сонымен қатар өңірде 16.000-нан астам ерекше қажеттілігі бар және әлеуметтік осал топқа жататын азамат тіркелген. Осыған байланысты барлық референдум учаскелерінде азаматтардың еш кедергісіз дауыс беруге жағдай жасалған. Атап айтқанда ғимараттардың кіріп шығу тұстарына арнайы пандустар орнатылған, ал дауыс беру кабиналары лупалармен және құлақ қаптармен жабдықталған. Бұл мүмкіндігі шектеулі азаматтардың да референдумға толыққанды қатысуына мүмкіндік береді. Жалпы Түркістан облысының аумағында 947 референдум учаскесі жұмыс істеп тұр. Оның ішінде 26-сы жабық референдум санатына жатады. Олар әскери бөлімдерде, демалыс үйлері мен шипажайларда, стационарлық медициналық мекемелерде, сондай-ақ тергеу изоляторы мен уақытша ұстау орындарында орналасқан. Сонымен қатар референдум процесінің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында өңірде 554 онлайн сервис іске қосылған. Бұл сервистер арқылы тұрғындар өздерінің референдум учаскелерін анықтап, қажетті ақпараттарды ала алады. Ал облыс бойынша ең көп референдум учаскелері орналасқан аудан Сайрам ауданы. Бұл ауданда 89 референдум учаскесі жұмыс істеп тұр. Әріптестеріміздің айтуынша, мұнда да тұрғындар белсенділік танытып, таңғы уақыттан бастап өз таңдауларын жасап жатыр. Ал облыс орталығы Түркістан қаласында 65 референдум учаскесі жұмыс жасап жатыр. Олар таңғы 7:00-ден кешкі 8:00-ге дейін азаматтарды қабылдайды. Қала бойынша 134.000-нан астам тұрғынның дауыс беру құқығы бар. Жалпы алғанда өңірде референдум өткізуге барлық жағдай жасалған. Комиссия мүшелері мен бақылаушылар өз жұмыстарын жалғастырып жатыр. Ал тұрғындар болса, ел болашағына қатысты маңызды саяси науқанға белсенді қатысып, өз таңдауларын білдіруде. Әзірге біздегі ақпарат осы. Студия, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет.
Көп рахмет Бекболат. Бұл Түркістан облысындағы жағдай туралы әріптесім болған. Қызылорда облысы бойынша да 378 учаскелік референдум комиссиясы құрылған екен. Оның 351-інде мүгедектігі бар адамдардың дауыс беруіне қажетті жағдай жасалған. Өңірде 35 мыңға жуық мүгедектігі бар адам тіркелсе, 21 431 азаматтың референдумға қатысуға құқығы бар. Толық ақпаратты Қызылорда қаласынан әріптесіміз Азамат Әуесхан айтып берсін. Қызылорда облысында 392 524 дауыс беруші азаматтың дауыс беру құқығы бар. Облыс бойынша 378 учаскелік референдум комиссиясы құрылған. Онда 2642 комиссия қызмет атқарады. 378 учаскенің 126-сы Қызылорда қаласында, қалғандары аудандарда орналасқан. Өңірде азаматтардың учаскесін анықтауға арналған 179 онлайн сервис жұмыс істейді. Сондай-ақ азаматтарды уақытша тіркеу қызметімен айналысатын 5 онлайн учаске бар. Айта кетейік, азаматтар өз учаскесін 4 платформа арқылы біле алады. Бұл қызметтер Smart Қызылорда мобильді қосымшасында қолжетімді. Мұнда азаматтар сайтқа кіру арқылы өз учаскесін анықтап, референдум комиссиясының мекен жайы, байланыс деректері және комиссия мүшелерінің құрамы туралы ақпараттарды біле алады. Бүгін 109 қызметі жұмыс жасап тұр, диспетчерлер тұрғындар сауалдарына жауап беруде. Жалпы облыс бойынша 378 дауыс беру учаскесі болса, оның 351-інде мүгедектігі бар адамдардың дауыс беруіне қажетті жағдай жасалған. Айта кетейік, өңірімізде 35 мыңға жуық мүгедектігі бар адам тіркелген, 21 431 азаматтың референдумға қатысуға құқығы бар. Бірінші топтағы жүріп тұруы қиын, оның ішінде кресло арбадағы және көзі нашар көретін мүгедектері бар адамдарға жеке көмекші қызмет көрсетеді. Айта кетейік, облыс бойынша мұндай санаттағы жандарға 2346 жеке көмекші қызмет көрсетеді. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін сайлау учаскелерінде жеткізуде ұйымдастырылған, қажет болған жағдайда сайлаушылар арнайы әлеуметтік көлік инватакси арқылы жеткізіледі. Облыста қимыл қозғалысы қиын мүгедектігі бар азаматтарды тасымалдау үшін 67 инватакси мен 49 учаскеде сурды аудармашылар ымдау тілі қызметтерін көрсетеді. Ал көзі көрмейтін азаматтар үшін бір айлық қарпымен жазылған арнайы тақтайшалар дайындалған. Сонымен қатар мұнда гарнитура арқылы жаңа конституция жобасының қазақ және орыс тіліндегі аудио нұсқасын тыңдауға мүмкіндік бар. Айта кетейік, негізгі заң жобасының аудио нұсқасы 97 бөлік аудио файлдан тұрады. Олар преамбула және 11 бөлімге біріктірілген 96 бап. Көп рахмет, сізбен байланыста боламыз. Бұл осы сағатқа соңғы жаңалық болатын. Уважаемые зрители, напоминаем, информационный штаб независимых наблюдателей сегодня работает с 7 часов утра до 12 часов ночи. В течение всего дня мы будем выходить в прямой эфир, подключать регионы страны и рассказывать о том, как проходит голосование, какая атмосфера на участках и насколько активно граждане участвуют в референдуме. Наши корреспонденты находятся непосредственно на участках и готовы оперативно делиться самой актуальной информацией. Мы с вами не прощаемся. Келесі сағаттарда кездескенше аман сау болыңыздар.